Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз жай ғана бір әуен үйренеміз. Бұл Ертугрул сериалындағы өзім әрдайым мінетін бір әуен бар. Сол Ертугрул сериалындағы сол музыканы үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Домбыраларыңызды қолға алып, мен артынан қайталап отырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Қараңыздар, астына 8-ші пердені аламыз, сосын 6-ші пердені аламыз. Сосын мынандай қағыс жасалады ма? Төмен, жоғары. Сосын 4, 6. Сосын 4 мен 6-ға төмен, жоғары. Осылай болады. Кейін 6 параллелін алысы. Дәл солай қағыс жасалады. 8 мен 6 жасалғандай. Сосын 3 тұстаймыз. Осы әуен ғой, тон кетеді. Соны 6-ға осы қағыс кетеді, кейін 3-ке барып төмен жоғары кетеді. Егер осы 2 үйренген жерді қосатын болсақ, мынандай әуен шығады. Осылай болады. Дальше астынан 4 ұстайсыздар, үстінен 6 ұстайсыздар. Бұлай ұстайсыздар, как удобно. Дәл сондай қағыс жасалады, төмен жоғары. Сосын бірге төмен жоғары. Кейін 3 пен 4 ұстаймыз. Дәл сондай қағыс. Одан кейін бірге төмен жоғары. Ашамыз. Шатасып отырмын. Сонда қосқанда осы екеуін. Егер осы соңғы екеуін қосатын болсақ, осылай болады. 4 пен 6. 1, сосын 3 пен 4. Ашамыз. Сосын 1 мен 1-ді параллелін ұстап. Төмен жоғары осы қағысымыз. Осылай. Төмен, сосын төмен жоғары. Бізде осы қағысымыз жасалады екен, 4 рет жасалады. Осылай. Осыдан кейін қайталанады жаңа ойнаған жеріміз. Енді сол бүкіл үйренген жерімізді бекітейге қараңыздар. Төрт тағы қайламыз. Екінші қайталанғанда бір сәл өзгеріс бар. Соны көрсетіп жүрейін. Дәл солай кетеміз. Міне, осы жерге келгенде, осы жерде бір өзгеріс бар. Төмен жоғары. Осылай болады. Сосын астынан 6-ны ұстайсыздар, төмен жоғары. Сосын 4 параллельді, 3 жоғары. Қайдан бірге түсеміз. Сонда қосқанда ұзабады. Одан кейін осылай 4 рет жасап отқанда міне. Дегеннен кейін, одан кейін бітіргеннен кейін деген қағыс кетеді. Бұл ашық 4, 3, 4. Ашық 1, 4, 3, 4-ді. Астыңғы шек ойналады. Сонда қағыспен ойлап тұрып қосатын болсақ, бұлай болады. Міне. Төртінші қағысқа төмен ұрып қоғастырда, сосын кетеді бұлай. Үшеу, осылай кетеді. Әрі қарай. Осылай кетеді. Астынан 6, үстінен 4 түсеміз. Дәл сондайға. 3 пен 4. Кейін 4 параллелін ұстаймыз. Бірге. Осы 3 пен 4 ұстап 2 рет жасалайды. Бірге төмен жоғары кетеді. И осы 2 рет ойналады.
сосын ашамыз. Иә. Міне. Тан та 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 тан та 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 тан та та. Осылай қағаз жасайсыздар да, кейін төртіншісінде міне 1 3-ті басып қойасыздар. Төмен екеуі қағаз кетеді. Енді соңғысын жаңа үйренген жерімізді бекітейік. 4 пен 6, сосын 3-ке барамыз. Кейін 4 параллельно 1-ге барамыз. Одан кейін 3 пен 4 сап 1-ге барамыз да, соны 2 рет жасалады. Сосын ашамызды. Міне 1 3. Кейін деген жерге кетеді. 4 3 1 2. Бағанағы керісінше болды ғой. Болды ғой. Ал мұнда керісінше кетеді. 4 3 1 ашық. Осылай болды, иә? Енді осы жерге дейін бекітейік. Дальше 1 3 ұстаймыз. Былай болады. 1 мен 2 ұстаймыз. Төмен жоғары ашамыз. Төмен жоғары болады. Сосын тағы да 1 мен 2 ұстаймыз. Төмен жоғары. Астынан 4-ке барасыздар. Төмен жоғары кеткенде. Міне қараңыздар. Сосын төмен и жоғары кеткенде 4-ке. Кейін 3 пен 4 ұстаймыз. Сосын 1-ге төмен жоғары болады. Тағы да 3 пен 4. Төмен и 6-ға жоғары кетеді. Түсініп атқан жастар, осы жерде бекітейік қана. Негізі 4-ке барғанда бірден былай параллельно секіріп кетіңіздер. 4-ке. Үстінен де 4. Сонда бірден 3-ке бара бересіздер. Ол да оңай болады. Осылай да ойнай болады, болмаса 4-пен. Бұлай. Осылай. Параллельно секіреміз. Сосын. Одан кейін астынан 4, төмен и жоғары 3. Сосын. Сосын басындағы қағазда 4 рет жасағаннан кейін бір так пауза болады. Оған деп 4 рет жаңағыдай қағаздарым жасайсыздар, осыдан кейін тағы да басы толығымен ойналады. Қайталаймыз. Міне бағанаға сосын. Енді екінші рет қайталды ғой. Осылай 2 рет қайталанды, екінші рет қайталанды, соққы жасадық, содан кейін тағы қайталадық. Сол біткеннен кейін келесі бөлімдер кетеді. Бұл 1 мен 2 ұстаймыз. Міне қараңыздар. Анау алдындағы бөлімдерге кейбір жерлері ұқсайды, қараңыздар. Төмен жоғары ашамыз, сосын осылай 2 рет жасалады. Сосын төмен и 4-ке параллельно басады. Үстіне кеткенде. Сосын. Бұл бұлай болады. 3 пен 4 түсеміз. Төмен жоғары 1-ге кетеді.
тағы да сосын кейін 3 төмен төмен жоғары, 4 төмен жоғары, 6 төмен жоғары. Сонда былай болады. Осылай болады. Енді осы жерге дейін бекітейік. Дальше. Осылай кетеміз. Басындағы не ұқсайды? 3, 1. Сосын ашамыз. Төмен жоғары и басында бірге келем параллельно. 4 тап көреміз. Екінші қайталап көреміз. Екінші қайталанғанда бір жерінде ғана өзгеріс бар аккорд. Сол жерді көрсетемін міне. Дәл сол ойнаймыз басындағыдай. Міне. Тан та 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 тан та 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 та. Кейін астынан 3 үстін 1 түсеміз. Бұлай. Төмен жоғар, төмен жоғар. Сосын 1 түсеміз. Сосын кейін міне 3 4 сосын 6-ға барғанда үстін ашық, тек қана өзін ғана ұрамыз. Болмаса үстің 4 тұсау болады. Қосқанда бұлай болады, қараңыздар. Просто түсінбей тұрған шығарсыздар. Егер әуенмен ойнайтын болсаңыздар, онда барлығы түсінікті болады, қара. Кейін осыдан кейін бітті осылай. Сонда бұл бізде немен ғой? Егер әуенмен ойнайтын болсаңыздар, онда барлығы түсінікті болады. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Ертүгірулдағы әуен ғой, мысалы. Аккордқа байланысты. Өйткені барлығын былай ойнасақ болмай ма деген сұрақ туындайды. Бірақ оның барлығын бүйтіп ауыстырғаным, саусақты былай ауыстырып отқаным, оның барлығы жаңағыдай бүйтіп қойып отқаным, оның барлығы аккордқа байланысты. Өйткені аккорд қалай ауысады? Біз де домбыраның кейбір аккордын сөйтіп соған ыңғайластырамыз, келістіреміз. Сондықтан солай қосылсын. Жоқ, мынау емес. Мынау емес. Басқа әуен ғой. Бұнда үйрену керек негізі. Просто өзіңіз ойнап отырасыз. Осы ғой міне. И басы. Екінші бөлме. Осылай бітеді екен. Құрметті достар, бұл әуеннің екінші дауысы бар. Екінші, яғни
осы жер ойнады. Егер үйренем десеңіздер, комментке жазыңыздар, керек болса. Онда егер бір жерде екі домбырашы болатын болса, онда екі дауысқа бөліп рахаттанып ойнайсыздар. Домбыра үйреніп алу тек қана жұртқа ойнап беру ғана емес, сонымен қатар өзіңіздің үшін, өзіңіздің рахатыңыз үшін үйренесіз. Кейбірде сондай бір әуендерді екі дауысқа салып ойнап отырсаң, бір ерекше бір рахаттанасың. Сондықтан жазамыз, үйренгілеріңіз келсе. Ассаламу алейкум.